Сәлем достар, бүгін мен банан в шоколаде жасаймын. Қатты жегім келді. Бүгін сол рецепті сіздермен бөліспекпін. Өте оңай жасалады екен. Ең алдымен бананымызды ашып аламыз. Оны төртке бөлеміз. Сосын осындай кез келген таяқшаны алып, ортасына тығамыз. Мороженыйдың таяқшасы, болмаса осындай сушидің таяқшалары бола береді. Осылай тығып болғаннан кейін шоколадымызды дайындаймыз. Мен қарасан шоколадын қолдандым. Негізінде үйде кез келген шоколадты қолдана берсеңіздер болады. Осылай ыстық суға, табағымызға су құйып, судың астында осылай шоколадымызды ертіп алдым. Кішкене май қоссаңыздар да болады. Бір шай қасықтай. Мен ештеңе қосқан жоқпын. Сосын осылай барлығын, осындай сұйықтықта болу керек. Барлығын батырып шықтым. Батырған түспей қалыпты, өкінішке орай. Сонымен үстіне кокосовый стружканы септім да, холодильникке біраз уақытқа салып қойдым. Сонымен қатып шықты. Сіздер жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.